Баршаңызға сәлем, Гүлдер әлемі каналына қош келдіңіздер. Бүгінгі видеом гүлдерге арналған тыңайтқыш туралы болады. Өте керемет тыңайтқыш, кәдімгі қарапайым аптекада сатылатын заттардан жасалады. Енді видеоны соңына дейін көріңіздер, каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазыңыздар. Кәдімгі қарапайым зығыр. Мен өзім емдікке үйде күнде пайдаланып жүрмін. Семян льна деп айтады ғой, енді аптекада сатылады. Кәдімгі көп ақша тұрмайды. Ары кетсе бір 400-500 теңге тұратын шығар. Мінекей, осы дәнді құрамында витамині өте көп. В1, В2, В6 витаминдері бар, және де микро-макро элементтері өте көп. Адам денсаулығына да, гүлдердің өсуіне, жаңа жапырақтарының жасыл, қанық, керемет бұл өсуіне өте керемет тыңайтқыш. Негізінде мен өзім өтті бауырды тазалау үшін күнделікті азанда аш қарынға ішемін. Кәдімгі осындай үлкен ас қасықпенен бір қасықты 1 литр суға, түнде ыстық суға демдеп қоямын. Дәл соны азанда аш қарынға бір бокалын сәл кішкене жылытып ішемін. Жылығып ішкен сайын өтке өте пайдалы екен, және іш жүргізеді екен. Ал біздің гүлдеріміздің тамырының жақсы дамуына көмектеседі. Өте керемет құрамында азот, гүлдерге азот да береді негізінде. Енді азот болған сайын гүлдер тамыры жақсы демалып, жақсы дамиды, және жапырақтары қанық, жасыл болады. Сол себептен гүлдейтін гүлдерге де керемет жарайды. Құрамында калий, фосфор, темір, үшін көптеген витаминдер бар негізінде. Соның барлығы біздің гүлдерге керек. Әрине, үнемі бір аптеканың бір ғана жаңағы магазиннен алынған тыңайтқышты бере бермей, күнделікті үйдегі бар табылатын нәрселерден осындай тыңайтқыштар жасап берсеңіздер болады гүлдерге. Себебі біз магазиннен алынған химиялық препараттан оның құрамында қанша дәрумен бар, сол дәрумендерді қана алып отырады бұлар, ал енді ол басқа дәрумендер жетіспей қалуы мүмкін. Сол себептен әртүрлі күріштен, шекерден, дрожждан, басқа да мысалы горох, жармалардан түрлі тыңайтқыштар жасап берсеңіздер, олардың да суы керемет пайдалы. Жалғыз гүлдерге емес, адамдарға да негізі өте пайдалы. Күріштің суы да ішті шлак-блактың бәрін керемет тазалайды екен. Енді қазір дамып кеткен заман, интернетте көп нәрселер шығып жатыр. Даже врачтардың өзі көптеген ақпараттар беріп жатыр ғой қазір. Сол себептен бәрін қазір халық біліп отыр деп ойлаймын. Енді біздің семян льнадан, осы зығыр дәнінен қалай тыңайтқыш жасаймыз? Видеоның соңына шейін көріңіздер. Каналға тіркеліп алыңыздар. Тіркеліп алсаңыздар, менің видеоларымды өткізбей көріп отыратын боласыздар. Әсіресе қоңыраушаны қосып қойсаңыздар. Қоңыраушаны қосып қойған кезде менің видеоларым сіздерге ескерту болып барып түсіп тұратын болады. Сол кезде барлық осындай пайдалы, керемет гүлдерге, үйдегі гүлдеріңіз жайқалып өссін десеңіздер, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Кәдімгідей менің каналымда көптеген видеолар бар, 100-ден асатын. Соның ішінде гүлдеріңіз зиян шексе, не болмаса көптеген шіркелер түссе, ауырса, тамыры шірісе, қалай емдейміз, не істейміз, гүл жақсы өсу үшін не істеу керек, қалай дұрыс суғару керек, қалай дұрыс дәрумен беру керек, барлық видеолар бар. Осы үшін каналды ашып көріңіздер, менің видеоларымның бәрін ақтарып көріңіздер, көп нәрсе түсінесіздер. Гүлді, үйдегі гүлдеріңізді өздеріңіз осы ақпараттарды білмей тұрғанда қалай өсірдіңіздер, осы ақпараттарды пайдаланып қайтадан жаңадан өсіріп көріңіздер. Өздеріңіздің көздеріңіз жететін болады. Осындай 1 литр ыстық суды аласыздар, мынандай үлкен қасықпен 1 ас қасық семян льнадан саласыздар. Зығыр дәнінен саласыздар. Сөйтіп 4-5 сағатқа қойып қоясыздар. 4-5 сағатқа қойып қойғаннан кейін ішіндегі дәннің ішінен өзі бір сілекей шығады. Енді дәннің құдіреті, ішінде өзінің дәннің сілекейі шығады. 4-5 сағаттың ішінде суыңыз да суиды ыстықтығынан. Сөйтіп гүлдерге сүзіп алып, гүлдерге құя бересіздер. Алдын ала кішкене гүлдің топырағын ылғалдап алыңыз. Қандай гүл болмасын, бұлардың әрқайсының тамыры әртүрлі болады. Сол себептен гүліңізге зиян тиіп кетпес үшін кішкене ғана топырағын ылғалдап алыңыз. Әр жерден су құйып ылғалдап алыңыз да, кейін осы дайын болған тыңайтқышымызды әр горшоктың өзінің көлеміне қарап құйып шығыңыз. Үлкендеу горшок болса, ыдысты толтырып құйыңыз. Кішкентай горшок болса, осы бокалды жарты қып құйыңыз. Мысалы, мынау кәдімгі өзіміздің күнделікті қазақтың шай ішетін пиалайының көлемін өздеріңіз білетін шығарсыздар. Сол секілді менің алақанымдай ақ өзі осы ыдысты толтырмай берсеңіздер болады. Әрине, ол тыңайтқышымызда су болғандықтан топырақта ылғал ұзақ тұрып қалып, гүлдеріңіздің тамырын шірітіп жібермесін. Әр нәрсені өзінің орнымен, нормасымен пайдаланыңыздар. Айына 1 рет жасап берсеңіздер болады. Осы таза семян льнаны, мысалы осы льнаны кәдімгі топыраққа сеуіп, бетін кәдімгі топырақпен көміп қойсаңыздар болады. Бірақ ол үшін бірінші осы семян льнаны кәдімгідей қарапайым үйдегі өзіміздің сковородкалар болады ғой, темір сковородкалар.
Сондай сковородкаларға кәдімгідей газге қойып қыздырып кішкене қуырып алсаңыздар болады. 15 минуттай қуырып алсаңыздар болады. Кішкене қуырғаннан кейін әрине күйіңкіреп қызарады. Қуырылып алынған дәнді суығаннан кейін әр горшокқа кәдімгі осындай чайный ложкамен бір чайный ложкадан сеуіп айналасына, горшоктың айналасына жаңағыдай топырақпен көміп қойсаңыздар болады. Сіз әр су құйған сайын өзіне керекті дәруменді алып отырады. Ал енді дәл осылай қуырылмаған күйінше, шикі күйінше салатын болсаңыз, ол дән сіз су құйған сайын өзі тамырлап өсіп кететін болады. Сол үшін, ол өсіп кетпес үшін сковородкаға не болмаса темір тостақтарға қуырып алу керек. Мінекей, дәл осылай пайдалансаңыздар болады. Өте керемет тыңайтқыш, гүлдеріңіздің тамырының дамуына, жасыл жапырақ беруіне, гүлдеуіне өте керемет және иммунитетін көтереді. Көптеген стресстерге, ауруларға, енді үй жағдайында көптеген сондай гүлдер болмайтын нәрселерден стресс алып ауырып жатады. Сондай нәрселерге қарсы тұруға көмектеседі. Гүлдің иммунитеті неғұрлым жақсы болса, мықты болып өссе, ешқандай ауырмайды ол. Және суын бәрін нормада құйып отырсаңыз, тамырын шірітпей жақсы қарасаңыз, ол керемет жақсы өсетін болады. Даже дәу тал болып өсіп кететін гүлдер бар, соларға да дәл солай осылай жасап берсеңіздер болады. Әрине, нормадан асырмаңыздар, айына 1 рет беруге болады. Мысалы, мынау 1 литр су менің үйдегі барлық көлеме жетпейді. Сол үшін мен 2 литр не болмаса 3 литр суға дайындаймын, сөйтіп беремін. Енді мынаны сіздерге қазір только үшін видеоға түсіріп көрсету үшін жасадым. Негізінде 1 литр тыңайтқыш менің үйдегі барлық көлеме жетпейді. Айына 1 рет дәл осылай жасап беріңіздер. Видео пайдалы болса, каналға тіркеліңіздер, лайк басып, комментарий жазып, қоңыраушаны қосып қойыңыздар. Енді мынау дәнді салдық, 5-6 сағаттан кейін бұл суиды. Суитын кезде сіз сүзесіз ғой бұны. Сүзетін кезде осылай жақсылап шайқап қозғап алыңыз. Себебі астында тұнып тұрады. Сіликейі, бүкіл витамині осы дәннің арасында тұрады. Арасында тұнып тұрады да, су неғып тұрады. Тұнып тұрған суды бүйтіп сүзіп ала салмаңыз. Жақсылап шайқаңыз. Шайқағаннан кейін бүкіл сіликейі, бүкіл дәрумені мынау суға араласады. Араласқаннан кейін сүзіңіз. Сүзгеннен кейін дәннің бәрі сізде қалады. Судың арасында өзі сіликейлері, бүкіл витаминдері суға беріледі. 5-6 сағаттың ішінде бетін жауып қойыңыз. 5-6 сағат өстіп беті жабық болып тұрсын. Мінекей, бар айтар видеом, айтайын деген ақпаратым осы. Видеоның соңына дейін көріп отырыңыздар. Каналдағы әр видеоны ашып көрсеңіздер, көптеген ақпараттар, көптеген нәрсені түсінетін боласыздар. Сол кезде ешкімнен сұрамай-ақ, ешкімнен сатып алмай-ақ, тегін ақпаратты пайдаланып, өздеріңіздің игіліктеріңізге жаратып, кәдімгідей бағбан болып шығасыздар.